Сәлеметсіздер ме оқушылар, қайырлы күн. Бүгін бізде 9-шы нұсқа білім кітапшасынан 9-шы нұсқаны талдайтын боламыз. Математикалық сауаттылықтан. Олай болса, алғашқы есебімізден бастайық. Бірінші тапсырмамыз оқушылар. Сыныптағы ұлдардың пайызы қыздардың пайызынан 18%-ке артық. Сыныптағы оқушылардың ұлдарының құрайтын процентін табыңыз деп тұр. Қараңыздар оқушылар, мына жерде ұл деп қойын және қыздар деп қойық. Ұлдар және қыздар. Ұлдардың пайызы қыздарға қарағанда 18%-ке артық. Демек мен былай істейін. Қыздарды x пайыз деп алатын болсам, ұлдар 18%-ке артық. Демек, ұлдарға не істейміз? 18 пайызды қосам. Дұрыс па? Қыздарды x деп алатын болсам бастапқыда, ал ұлдар не деп тұр бізде? Қыздарға қарағанда 18-ге артық. Қыздарымыз x болса, соған ұлдарды табу үшін істедік. Ұлдар артық болғандықтан x-ке, ұлдардың x-не бізде 18-ді қостық. Енді бізде жалпы сонда осылардың екеуінде қосынысы қаншаны береді? Мұна ұлдар мен қыздарды қосқан кезде жалпы пайызы қанша болады? 100%-ді береді. Сонда x плюс 18 пайызға қосамыз мынау қыздарды. Сонда бізде тең шығады 100%. Екеуін қосқан кезде 100%. X-терді қоссақ 2x болады. Мынау 18-ді 10 жаққа минусқа өткізіп жібере салайық. 100%-дан азайтамыз 18%. Сонда 2x тең болады. 100-ден 18 азайтатын болсақ 80 неше болады бізде? 82% болады. X-ті табатын болсам 41%-ді береді екен. Демек бізде кімді тап деп отыр? Сыныптағы ұлдардың проценті. Ұлдарымыз бізде қанша болады? Сонда X-іміз 41% шықты ғой. 41% қосылған, ұлдарымыз 18%. 41-ге 18 қосатын болсақ қанша болады? 59 бола ма? 59% болады екен. Қыздарымыздың x-дің орнына 41%-ді қоямыз. Сонда қыздарымыз 41%, ұлдарымыз 59%-ді құрайды. Өйткені x-дің орнына апарып, мен 41-ді қойған болатын. 41-ді апарып, x-дің орнына қойдық. 41-ге 18% деп тұр. Қос деп отыр ұлдарымыз. Демек 41-ге 18% қосатын болсақ, 59% шықты. А вариантын дұрыс. Келесі екінші тапсырма. Адам массасының 0,65 бөлігін су құрайды. Массасы 70 кг адам денесінде қанша су бар? Яғни 70 килограммды көбейтеміз 0,65-ке. Дұрыс па? 0,65 бөлігі су ғой. 70-ті 0,65-ке көбейте саламыз, сонда есептің жауабы шығады екен. 45,5 килограммы су. А вариантында тұр. Келесі, үшінші тапсырма. 9-шы А сыныбында 25 оқушы оқиды. Балдәурен ойын сауықтыру кезінде нандай әртүрлі, қараңыздар оқушылар, мына жерде әртүрлі 3 жолдама берді. Мен комбинаторика деген тақырып мына есеп, әртүрлі деп келетін болса, жолдамалар саны егер әртүрлі деген сөз келетін болса, онда комбинаториканың бізде қай формуласына салынады? Орналастыру формуласына, яғни А дегенге салынады. А, N, мына жерде M деген формуласы бар. Ол бізде формуласы қандай еді? N факториал астында N минус M факториал деген осы формулаға салынады. Орналастыруға салынады. Қай уақытта әртүрлі деген сөз келсе. Енді демек, бізде есебімізде А деп қоя салайық. А дегенге салынады. Жалпы оқушылар саны неше деп тұр? Бізде 3 оқушы, иә? Жалпы оқушылар саны бізде, ой, кешіріңіздер. Мына жерде жалпы оқушылар саны қанша деп тұр? Бізде 25 оқушы. 25 оқушының ішінен бізде қанша оқушыны жіберу керек дейді? 3 оқушыны таңдап алу керек. Демек, N деген жалпы бізде 25 болады. Керегі бізде 3 оқушыны таңдап алып демалысқа жібереміз. Сонда формуланың орнына қоятын болсақ, үстінде 25 факториал, астында 25-тен азайтамыз 3 факториалды. Комбинаторика есебі болды. Сонда бізде үстіндегі 25 факториал тұра берсін. Бөлеміз 25-тен 3-ті азайтатын болсақ, жақшаның іші 22 факториал қалады. Сонда мен бұны бұлай жазсам болады ғой, ықшамдап. Қазір мен бұлай жазайын. Үстіндегі 25 факториал деген санды мен 22 факториал, арғарай келесі 23 көбейтілген 24 көбейту 25 деп жазсам болады, иә? Астында 22 факториалымыз тұра берсін. Сонда 22 факториал мен 22 факториал екеуі қысқарады. Қалатын санымыз мына сандардың көбейтіндісі. 23 көбейту 24 көбейту 25. 13800 тәсіл. 13800 тәсілмен не істеуге болады? Бізде демалысқа жіберуге болады. Төртінші тапсырма. Жылдамдығы n болатын катер, ағыс жылдамдығы n болатын өзен ағысымен. Қараңыздар, өзен ағысымен бірге бағыттас болатын болса, жылдамдықтар не істейді? Бізде қосылады. В қайық пен V ағысының жылдамдығы қосылады. Бізде S-ті тап деп отыр. S-тің формасы мінеке, мынандай формада жазылады. Бізде өткен болатынбыз. Жылдамдықтары қосылады, оны уақытқа көбейтеміз. Сонда бізде жазып қояйық. V қайықтың жылдамдығы бізде неше кетеді? V қайықтың жылдамдығы m.
қосылған v ағыстың жылдамдығы не деп тұр бізде? Міне ағыстың жылдамдығы n деген әріпке тең. И көбейтілген уақытымыз қанша сағат жүзді? T деген сағат. Осы формуланың қай жауапта тұр бізде? E жауабында тұр екен. Келесі 5-ші тапсырма. 3 қыздың жастарының қосындысы 36. Міне 3 адам деген 3 адамның жастарының қосындысы бізде 36-ны береді. Қазіргі жасына өткен тақырып жасқа байланысты есептер деген өткенбіз. Олардың 10 жылдан кейінгі жастарының қосындысын табыңыз дейді. Яғни алға қарай период қанша жыл қосамыз? 10 жыл өткен соң 3 адамның жастарының қосындысы қанша болады деп отыр. Демек 10 жыл өтетін болса бізде 36-ға нешені қосам мен? 10-ды неше рет қосамыз? 10 деген жылды 3 рет қосам. Себебі адамдар саны нешеу деп тұр бізде? 3 қыз. Демек 3 қыз әрқайсысы 10 жылдан қосатын болса, демек 36-ға 10-ды 3 рет қосам деген сөз. 36-ға 10-ды 3 рет қосатын болсақ бізде 66 болады екен. Яғни адамдар саны 3-еу, демек 10 жыл өткен соң әр адам 10 жастан қосады. 10 жастан 3 адамды қосатын болсақ 30 жас қосады. 36-ға 30-ды қосатын болсақ 66 жас болады екен. Олардың жастарын қосысы 66. 10 жылдан кейін. Келесі 6-шы тапсырма. Дильназ геометрия сабағында суреттегі ABCD трапециясының ABC бұрышын өлшеп жауабын тапты. Мына жердің градусын тап деп отыр. Оқушылар, мына жерде трапецияның мына жердегі B бұрышының градусын табыңыз дейді. ABC бұрышы деген сөз, яғни ортадағына B деген бұрыштың градусын табыңыз деп отыр. Демек, бізде қараңыздар, оқушылар, трапецияда мына тұрған екі бұрыштың қосындысы әрқашан қанша градусты беру керек? Бізде 180 градусты беру керек. Яғни мына тұрған екі жанында тұрған екі бұрыштар бір-біріне бізде 180 градусты беру керек. А мен Б бұрыштарының қосындысы 180 беру керек. Яғни С мен Д бұрыштарының қосындысы 180 болу керек, А мен Б-ның қосындысы 180. Мен былай істеп олайын. Мына Д бұрышы бізде 60 градус екен. Мынау С бұрышын бізде қазір мына жерде кішкентай бұрышты табайын деп отырмын. Мына жерде тұрған жатқан. Мына жеріміз тік бұрыш берілген, ол бізде қанша градус береді? Мына тік деген 90 градус. Демек, мынау 60 градус болды. Мына жеріміз 90 және мынауымыз бізде X деп алайық. Сонда 180 градустан 60 градусты және бізде 90 градусты. Мына екі бұрышты азайтып тастайтын болсам, мына X-ке қалмай ма? X-ті табу үшін не істейміз? Бізде общем мына полный қосындысы 180 деп айтқан болатынмын. 180 градус, мұның барлығы екеуінің қосындысы, мына бұрыштардың қосындысы. 180-нен мына 90 мен 60-ты азайтып тастайтын болсақ, қанша градус қалады бізде? 30 градус қалады. Мына X деген бұрышқа бізде 30 градус. Мына жерде трапеция мына екі қабырғасы тең деп тұр. Қараңыздар, трапецияда мына екі қабырғасы тең. Мына екі қабырға тең болатынса, сәйкесінше бұрыштар да тең болады. Екі қабырға тең болса, онда мына жер 30 градус болса, мұндағы бұрышында 30 градус болады. Мына жерден бізде қандай фигура пайда болды? Трапецияның үстіңгі жағынан үш бұрыш пайда болды. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы 180 емес пе? Сонда мына Б бұрышын қалай табамыз? Б бұрышының градусын табу үшін 180 градустан, общий үш бұрыштың ішкі бұрыштары 180 градустан, мына екі бұрышын 30 градустарды азайтып тастаймын. 30 градусты және 30 градусты азайтып тастаймыз. Сонда қалады Б бұрышына 120 градус. Ол бізде Б вариантында тұр. 6-шы тапсырма 120 шықты. Келесі. Тапсырма 7. Суреттегі дененің көлемін табыңыз деп отыр. Бізде бірінші дененің көлемін табу үшін үстіндегі параллелепипед берілген. Дененің параллелепипедтің көлемінің формуласы А көбейтілген Б көбейтілген С, я оқушылар. Сонда В1 деп қойшы, бірінші параллелепипедтің көлемін табамыз. Бірінші параллелепипедтің көлемін табатын болсақ, мынау 3, 2, 3 деген сандарды бір-біріне көбейте саламыз. 3, 2, 3 деген сандарды көбейтетін болсақ, бізде қандай жауап шығады? 18 шығады екен. Үстіндегі қорапшаның көлемі, бізде қараңыздар, үстінде бір қорапша жатыр, астында тағы да бір қорапша жатыр. Екі қорапшаның, екі коробканың бізде көлемдерін жеке-жеке тауып жатырмын. Үстіндегі V1 деген бізде қорапшаның көлемін табатын болсақ, үш ұзындықты көбейте салдық. Үстіндегі қорапшаның көлемі қанша шықты? Бізде 18 деген жауап шықты. Енді астындағы қорапшаның көлемін табайық бізде оқушылар. Астындағы қорапшаның бізде ұзындығы 4 деп отыр, мына жеріміз 5 деп отыр. Енді бұның бізде биіктігі керек. Оқушылар қараңыздар, биіктігі. Мұның биіктігін қалай табамыз? Мынау үзік толық үзік сызықтардың ұзындықтарын қосыншы полностью қаншаны береді деп отыр. Мына жерде байқасаңыздар 6 деп берілген. Яғни 6, демек мынаның қорапшаның полный биіктігі 6 болатын болса, мына жеріміз бізде 3. Демек 6-дан 3-ті азайтатын болсақ, мынау астындағы тұрған қорапшаның биіктігі қалады. Түсінікті ме оқушылар? Мынау полный үзік 6 болып тұр. Одан мынау биіктігі үстіндегі қорапшаның биіктігімен қосқан кезде 6 болып тұр. Мына 3-ті 6-дан азайтып тастайтын болсақ, бізде оқушылар не қалады екен? Астында тұрғаны қорапшаның биіктігі. Сонда екінші қорапшаның көлемін табу үшін
4 көбейтілген 5 көбейтілген 3 деген жауаптар. Мыналар көбейтетін болсақ 60. Жалпы көлемі деп отыр. Бірінші қорапша мен астындағы екінші қорапшаны қосатын болсақ, жалпы көлемі 78 шығады. Б варианты дұрыс. Келесі бізде есебіміз 8-ші тапсырма. Арақашықтығы S болатын АБ пункттерінен бір мезгілде қарама-қарсы, бір-біріне қарама-қарсы велосипедші мен мотоциклші шықты. Велосипедшінің жылдамдығы А км/сағат болса, бұл мотоциклшінің жылдамдығын 0,4 бөлігінде екеуінің кездесу уақытын анықтайтын өрнекті көрсетіңіз. Бізде Т-ны тап деп отыр. Бізде Т дегеніміздің формуласы бізде қандай еді? S бөлінген V ғой, жолдың ұзындығын жылдамдықтың қатынасына. Демек бізде екеуі бір-біріне қарама-қарсы шықты. Демек жылдамдық екеу болады. Екі жылдамдық қарама-қарсы шыққан кезде бізде қосылады оқушылар. Осы формулаға қазір мен салып өрнектейтін боламын. Бірінші қараңыздар, велосипедшінің жылдамдығы А деп тұр. В велосипедшінің жылдамдығы бізде А екен. Ал бұл мотоциклшінің жылдамдығын қанша бөлігіндей деп тұр? 0,4 бөлігіндей деп тұр. Яғни 0,4 бөлігіндей. Демек А дегеніміз 0,4 бөлікке тең. А деген жылдамдығымыз 0,4 бөлікке тең. Ал мотоциклдің жылдамдығы бүтіндей 1 бөлік болып тұр. Соны бізде пропорция арқылы тауып алайық. Бірінші мотоциклдің жылдамдығын табады деп жатырмыз. В мотоциклдің жылдамдығын табатын болса, демек мынаны пропорция істейтін болсақ, x дегеніміз А көбейтілген 1 бөлінген 0,4 болады. 1 А-ны 0,4-ке бөлетін болсақ, бізде 2,5 А болады. Мына жерден көбейтсеңіздер болады. 1 А дегенді 1 деген санды 0,4-ке бөлсем, 2,5 деген сан болады екен. Түсінді ме? Оқушылар, сонда мотоциклдің жылдамдығы 2,5 А. Яғни 2,5-ті қайта 0,4-ке көбейтсеңіздер, бізде велосипедшінің жылдамдығы шығады екен. Демек, велосипедшінің жылдамдығы А болса, мотоциклшінің жылдамдығы 2,5 А-ға тең болды. Енді осы сандарды апарып жылдамдықтың орнына қойсақ, есебіміз аяқталады. А қосылған 2,5 А. Сонда мына жерде 1 деген сан бар ғой А-ның алдында. Сонда екеуін қосатын болсақ, қандай жауап шығады екеуін? 1-ге 2,5-ды қоссақ, бізде 3,5 А деген жауап шығады екен. Енді осыны оқушылар, бізде жауапта былай берілген. 3,5 деген санымыз қаншаға тең бізде? Мінекей. 3,5-ті бөлшек қылып жазатын болсақ, 3,5 деген санымыз 3,5. Оны бізде қысқартатын болсақ, қаншаға тең болады? Мына жерде 3,2-ден 1 болады. Бұны аралас бөлшек, жай бөлшекке айналдыратын болса, 2-ні 3-ке көбейтіп, үстіне қоссам, бізде 7/2. Демек, 3,5 деген сөз 7-ні 2-ге бөлгенге тең болады оқушылар, дұрыс па? Мен ондық бөлшекті аралас бөлшекке айналдырып алдым. 3,5 деген сөздің орнына, санның орнына 7 бөлінген 2 деген санды қойдық. Сонда 2 деген сан үстіне қарай бізде көбейтіліп кетеді. Жауабымыз шығады бізде 2 деген бөлшектің астына тұрған 2 деген сан S-ке көбейтіліп кетеді. Сонда 2S бөлінген 7А деген сан қалады. 7А астында қалады, 2 үстіне көбейтіліп кетеді. 2S бөлінген 7А. Д вариантында тұр екен. Келесі 9-шы тапсырмамыз. 100 кг руданы өңдеу кезінде алдымен 40%-ін, сонан соң қалғанының 20%-ін бөліп алды. Руданың қалған бөлігінің массасын табыңыз. Бірінші қараңыздар. 100 кг, оның бізде 40%-ін бөліп алдық дейді. 40% деген сөз 0,4 болмай ма? Бөлікке айналдырсақ. Демек 100 кг-ды 0,4-ке бөлетін болсақ, 40% дегеніміз 100-ге бөлсек 0,4. 100-ді 0,4-ке көбейтетін болсақ, бізде 40 кг-ын не істеді? Бөліп алды. Енді содан соң қалғанының дейді. 40 кг-ды бөліп алатын болсақ, қалғаны қанша килограмм қалады бізде? Қалғаны 60 кг. Қалғаны 60 кг қалады. 100-ден бізде 40 кг бөліп алдық. 40%-ін бөліп алдым. Демек, қалғаны 60%, 60 кг қалды. 60 кг-ның 20%-ін бөліп алды дейді. Яғни көбейтеміз тағы да нешеге? 0,2. 20% деген сөз 0,2. 60-ты 0,2-ге көбейтетін болсақ, 12 шығады екен. Келесі енді 12 кг не істеп алды? Бөліп алды. Руданың бізде 60 кг 0,2-сін бөліп алды. Қалғанының 12 кг-ды бізде не істеп алды? Бөліп алды. Руданың қалған бөлігінің массасын табыңыз. Сонда бастапқыда 100 кг руда еді. Оның бастапқыда 40 кг-ны бөліп алды. Содан кейін 12 кг бөліп алды. Сонда 40 кг-ды және 12 кг-ды азайтып тастайтын болсақ, бастапқы 100 кг-нан қалатыны бізде қанша қалады? 48 кг қалады екен. Бізде А вариантында тұр. 10-шы тапсырма. Үшбұрыштың қабырғалы 9 және 40 см. Мінекей бір әртүрлі бір қабырғалы 9, мынау бізде 40 болсын. Бізде үшінші қабырғасы, үшбұрыш, негізі бізде үшбұрыш қой.
9 және 40. Үшінші қабырғасы енді бізде мынандай теорема бар еді ғой. Үшбұрыштың теңсіздігі деген. Үшінші қабырғасы мынау 40 пен 9-ның қосындысы мен азайтындысының арасында жатады. Яғни астында тұрған x деген қабырғамыз қай сандардың арасында жатады? Қосындысы мен азайтындысы. 40 пен 9-ды қоссақ 49 пен x-іміз қай санның арасында жатады? Азайтсақ 31-дің арасында жатады. Үшінші қабырғамыз 31 мен 49 деген сандар. 40 пен 9-ды азайтсам 31, қоссақ 49. Демек, үшінші қабырғасы оның 31 мен 49-ның арасында жатқан деген сөз. Енді қабырғаларының өзгеру құлашы, өзгеріс ауқымы деп тұр да. Өзгеріс ауқымы деген сөз бізде үлкен саннан азайтамыз кіші санды. Деген санның орнына бізде 32-ні қоямыз. Үлкен қабырғамыз. Мына жерде бізде ең үлкен қабырғамыз белгісіз 31 немесе 49-ның арасында жатқан сан болуы мүмкін. Бірақ точно білеміз, ең кіші қабырғамыз 9-ға тең. Мынау 9 деген санымыз бізде несін береді? Ең кішкентай қабырғасын. Мынау к деген әріптің орнына 9-ды қоямын. Енді үлкен қабырғасын табу керек. Бізде мынау x дегеніміз үлкен қабырғасы. Осы жерде үлкен қабырғаны табу үшін 9-ны не істеп жүреміз? Сол жаққа плюс қылып өткізіп жүремін. Сонда үлкен қабырғасы 32 қосылған 9. Үлкен қабырғамыз мынау минус 9 плюс болып өтті. 32-ке 9-ды қоссақ 41 шығады екен. Үлкен қабырғасы бізде 41 болды. Мынау x деген қабырғамыз 41-ге тең. Енді бізде осы жерден бізде оқушылар қараңыздар, үшбұрыштың несін тап деген? Периметрі. Периметр деген сөз ол барлық қабырғалардың қосындысы. 3 қабырғаны қосып шығамыз. 40 қосылған 41 қосылған 9. Қандай жауап шығады? 90 деген жауап шығады екен бізде. Есебіміз аяқталды. Келесі 11-ші есеп. Мынау өте оңай есеп, түріне қарасаң қорқынышты болуы мүмкін. Ұзындығы мен ені 8-ге ұзындығы. Мынау 4 бұрыштың ұзындығы 20 деп тұр. Ені бізде 8-ге тең. Ауланың ішіндегі суреттер хауыз орналасқан, хауыздың әр қабырғасы ауланың қабырғасына дейінгі қашықтық x дейді. Қараңыздар шоқшылар, мынау бізде полный қабырғасы 20 болатын болса, мына жерден x кесіп тастаған, мына жерден x кесіп тастаған. Сонда мынаның ұзындығы не болады бізде? 20-дан мына 1x-ті азайтып тастаймыз ұзындығы және екінші x. Сонда 20-дан азайтып тастаймыз 2x-ті, дұрыс па? Мынаның ұзындығын тап деп отыр. Ол деген сөз 20-дан толықтай ұзындықтан мына бір кішкентай кусок x, жанынан тағы да бір кусок x. 2x-ті азайтып тастаймыз деген сөз. 20 деген, яғни көк қабырғаның ұзындығын табу үшін 20-дан 2x азайтамын. Мынау 8 деген қабырға болса, енді бізде мынау жаны, ені. Еніне қарайтын болсам, мынау бізде 8 деген қабырға. 8-ден бізде мына үстінен x-ті алып тастаған, мына жерден де x-ті алып тастаған. Демек, ені бізде мынаның ішіндегі ені не болады? 8 азайтылған 2x болады. Мынаның ауданын тап деп отыр. Демек, ауданын табу үшін 8 азайтылған 2x, өйткені үстінен астан 8 азайтылған 2x-қа көбейтеміз. 20 азайтылған 2x-ті. Есебіміз ауданы осылай табылады. Ұзындығы мен енін көбейте салды. Просто x-терден ұзындығынан 2x азайттым, енінен 2x азайттық. Сонда екеуін көбейтіндісі бізде ауданын береді екен. Ол Е вариантында тұрған болады. Мінекей, Е вариантында тұр. Келесі 12-ші тапсырма. Әр торкөздің өлшемі 1-ден болатын болса, мына фигураның ауданын табыңыз дейді. Мына жерде фигураны былай істесек болады. Мынаны жабатын болсақ, мына фигураны, мына жерден бізде жабатын болсақ, үстінен бізде есептеріңіздер бар. Мынаны есепте блоктарға байланысты есептерде болған болады. Мына блоктарыңызда бар тұғын. Үстінен жабатын болсақ, мына жерден трапеция пайда болды, оқушылар. Мынау үсті трапеция. Трапецияның табанын қарайтын болсақ, мына төңкерілген трапеция, төңкерілген трапеция. Мынау 2, 1, табаны бізде 4 деп тұр. Мынаның ұзындығы бізде 2. Биіктігі мына жерден биіктік түсіріледі. H деген биіктік. H деген биіктігіміз қаншаға тең болады? Ол да 2-ге тең болады. Сонда трапецияның S1 деген аудан деп қояйын. Трапецияның ауданын қалай табады? A плюс B бөлінген 2 көбейтілген H. Осыған салатын болса. Табандары бізде, табандары 2 қосылған 4. Міне табандары үсті мен асты 2 қосылған 4 бөлінген 2. Биіктігіміз H-ымыз қаншаға тең? Бізде 2-ге тең. Мына екеуін қосып 2-ге бөлсек 6, 2-ге бөлсем 3, одан шығады 6, иә. Сонда үстіндегі 4 бұрыштың ауданы 6-ға тең болды. Енді астындағы ауданды қарайық. Астындағы ауданды табу үшін бізде мына жерден мен бөлейін. Мына жерді кесіп алайын. Мына жерден мен 4 бұрыш кесіп алатын болсам, мына 4 бұрыш, осы 4 бұрыш. Мына ұзындығына қарайтын болсаң, 4 бұрыштың ұзындығы 4-ке тең екен, ені бізде 2-ке тең екен. Сонда S2 дегеннің ауданы 4 пен 2 деген сандар көбейте саламыз. Сонда ауданы мынаның ортасында 4 бұрыштың ауданы бізде қанша шықты? 4 пен 2-ні көбейткен кезде 8 шықты. Енді мына жанына қарасақ, бізде жарты шеңбер жатыр, жанында жарты шеңбер. Мынау жаны жарты шеңбер. Демек, 2 жарты шеңберді қосатын болсақ, бізде қараңыздар, мынау жарты шеңбер, мына жанында жарты шеңбер. 2 жарты шеңберді қосқанда бүтіндей бір шеңбер шықпай ма? Сонда S3 дегеннің бізде ауданын қалай табамыз? Πr квадрат. Шеңбердің аудан формуласы бойынша.
Пи дегеніміз 3-ке тең, жуықтап 3 деп ал дейді. Радиусы қанша болады? Мына шеңбердің радиусы бізде мінеки. Мына центрі болатын болса, мына радиус қанша болады? Центрінен бізде шеңбердің жанына дейін қашықтық 2 болып тұр. Центрінен қашықтық бізде радиусымыз сонда 2. Полный қабырғасы 4 болатын болса, радиусы бізде 2-ке тең. Сонда 2-нің квадраты. 2-ні квадраттап 3-ке көбейтсем бізде 12 шығады екен. Демек, мына жарты шеңбердің екеуін қосқанда бүтіндей бір шеңбер, ол бүтіндей шеңбердің ауданы 12-ні құрап отыр. Енді демек, осы жерден бізде жалпы аудан сұрап отыр. S жалпы аудан, барлық ауданды қосып шығам. 12, 8, 6 деген сандар қосып шығайық. Сонда жауап шығады. Бізде қандай жауап? 26 деген аудан шығады екен. Жалпы аудан 26. Келесі 13-ші тапсырма. Кітаптың бетін нөмірлеу үшін 3729 цифр керек дейді. Цифрды бетке айналдыру формуласына салатын болам. 3729, оны бізде 9-ды қосамыз, формуласы бойынша 99-ды қосамын, және тағы да бізде 999-ды қосамыз. Мына санға 999-ды қосып бөлеміз 4-ке. Осы сандар қосып 4-ке бөлетін болсақ, бізде бетке айналады оқушылар. Формуласына салдық. 1209 бет болады екен. Демек, 3729 цифрда қанша бет болады? 1209 бет. С варианты дұрыс болды. Келесі 14-ші тапсырма. Үй салу үшін 60 қап цемент, 7000 кірпіш, 8 метр куб құм қажет. Кестеде құрылыс материалдарының бағалары көрсетілген, барлық дүкендерде көтерме бағамен алса 8% жеңілдік жасалады. Құрылыс материалдарын тиімді бағамен қанша бағамен алуға болады? Қараңыздар, көтерме бағамен алса 8% жеңілдік жасалады. Құрылыс материалдары 12 ай және жағат дейді. Қараңыздар оқушылар, мына жерде бізде дүкен аттары берілген екен. Мына бірінші дүкеннің аты құрылыс материалдар деп аталады, екінші дүкеннің аты 12 ай, үшінші дүкеннің аты жағат деген дүкен екен. Осы үш дүкеннің әрқайсынан есептеп көреміз. Қазір бізде бірінші қараңыздар, 1 қап деп отыр, бізде қанша қап керек? 60 қап керек. Демек, мыналарды қаншаға көбейтеміз деген сөз? 60-қа көбейт шығамыз. Қап бізде 60-қа болатын болғандықтан әрқайсысын 60-қа көбейтеміз. 7000 кірпіш деп отыр. 1000 кірпіштің бағасына жерде көбейтілген. Демек бізде 7000 алатын болсақ, әрқайсысын қаншаға көбейтеміз деген сөз? 7-ге көбейтіп шығамыз. Өйткені 7000 кірпіш керек. Келесі 8 метр куб. Мына жерде 1 метр куб берілген. Демек, мыналардың барлығын 8-ге көбейтіп шығамыз деген сөз. Сөйтіп шыққан бағалардың бәрін көбейтіп болғаннан кейін, шыққан бағалардың әрқайсысын қосып, нәтижесін табатын боламыз оқушылар, иә? Әрқайсының тең нәтижесін табайық. Бірінші дүкеніміз сонда қанша теңге болады деген? Алғашқы бірінші дүкен, екінші дүкен және үшінші. Мынау бізде бірінші болсын, мынау екінші дүкен, мынау үшінші дүкен болсын. Сонда бізде бірінші дүкеннен қандай жауап шығады? 3000-ды көбейтеміз 60-қа. Қосамыз 32000-ды көбейтеміз 7-ге. Қосамыз, одан кейін 7500-ды көбейтеміз 8-ге. Сонда бірінші дүкеннен бағасы бізде общий бізден барлығын есептейтін болсақ 464 мың теңге шығады екен. 464 мың теңге шығады. Бірінші дүкеннен 464 мың теңге. Келесі екінші дүкеннен мына екеуін көбейтсек 31000-ды бізде 7-ге көбейтемін, қосамын 7200-ді көбейтеміз 8-ге. Сонда бізде общий мына жерден шығады 472.600 теңге шығады екен. Үшінші дүкен қалды. 3200-ді көбейтеміз 60-қа, қосамыз 30000-ды көбейтеміз 7-ге. 30000-ды көбейтеміз 7-ге, қосамыз 7700-ді көбейтеміз 8-ге. Қосатын болсақ, үшінші дүкеннен бізде 463600 теңге шығады екен. Енді қараңыздар, оқушылар, мына жерде ең арзан дүкен қайсы болып тұр бізде? Ең тиімді баға қайсы болып тұр? Мына үш дүкеннің ішінде 400, соңғы үшінші дүкен 463600 теңге болды. Мынау үшінші дүкен ең арзаны болды ғой бізде. 463600 теңге. Енді қараңыздар, осы бізде ең арзаны, соған бізде қанша жеңілдік жасайды деп отыр? 8% жеңілдік жасайды деп отыр. Мынаны бастапқыда 100% деп алсам, 8% жеңілдік жасайды. 100-ден 8 азайтып тастасақ, бізде қанша қалады? 92% қалады. 8% жеңілдік жасап жатырмын. Сонда x-іміз қанша шығады? 92%-бен алатын болсам, оқушылар, 92%-бен алатын болсақ, бізде шығады қазір
Есептеп көрейін. Көбейтеміз. 492. 426.512 теңге шығады екен. Бізде қай вариантта тұр? Біз 426.512 Е вариантында тұр. 426.512. 8% соңында бізде не істей салдық? Ең арзанына жеңілдік жасай салдық. 15-ші тапсырма. Соңғы есебіміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталайын деп отыр. Апельсин шар пісіндешіміз. Апельсин дегеніміз шар пісіндеш. Оның қабырғасының қалыңдығы шар радиусының 5-тен 1 бөлігіне тең дейді. Оның қабырғасының қалыңдығы шар радиусының 5-тен 1 бөлігіне тең. Апельсин қабығы оның көлемінің қандай бөлігін құрайтынын табыңыз. Оның қабырғасының қалыңдығы шар радиусының 5-тен 1. Мінеки оқушылар, мына жерден мен қазір басқаша бір әдіспен әдемі жазайық. Негізі мына жерде мынандай болған екен. Бастапқыда шеңбер сызып қояйын. Мынау бізде сары апельсин болсын, иә оқушылар? Сары апельсин. Сары апельсиннің бізде несі болады? Қабығы бар деді. Қабығы бар, сары апельсин, соның бізде қабығы. Ішінде бізде жетім бөлігі болсын. Ой. Мына сары апельсин. Осының ішіне бізде тағы да бір шеңбер сызатын болсақ. Бұл ішіндегі жетім бөлігі оқушылар. Бұл мынау бізде жетім бөлігі. Ал оқушылар, есебімізді жалғастырайық. Бізде мынау апельсин. Апельсиннің бізде қабығы. Бізде мынау центр болатын болса, ортасында центр бар деп олайық. Бізде оның қабырғасы қалыңдығының шар радиусының 5-тен 1 бөлігіне тең болады дейді. Мен былай алам, оқушылар. Мына жерден өзімнің ойдан радиус алам. Мына үлкен қабықтың радиусы қанша деп алайын? Полный бізде 25 деп алайыншы. Полный ойдан мен не деп алдым? 25 деп алдым. Түсінді ме оқушылар? Полный ұзындық бізде 25 екен. Соның бізде именно қабырғасының қалыңдығы, қабырғасына жердегі мынау бізде қабығы ғой, апельсиннің қабығы полный радиустың, шар радиусының қанша бөлігін құрайды деп отыр? 25-тің 5-тен 1 бөлігі. 25 деген санды ойдан алдым мен, түсінді ма? Ойдан алдым. Өйткені бізде нақты берілмеген бастапқыда. Демек 25-тің 5-тен 1 бөлігін құрайды. Демек мынаның қабығы қанша? Полный R-іміз бізде 25 болса, мынаның қабығы қанша болып тұр сонда? 5-ке тең. Түсінді ма? 25-тің 5-тен 1 деген сөз 5-ке тең болып отыр. Енді апельсиннің қабығы оның көлемінің қандай бөлігін құрайтынын табыңыз. Ең бірінші не істеп аламыз? Мына жерден апельсин көлемін тауып аламыз. Жалпы көлемді тауып алайын. Жалпы көлемді табу үшін бізде мынау шар тәріздес деп тұр. Шар тәріздес фигураның бізде көлемінің формуласы 3-тен 4 пи r куб деп аталады. Оқушылар, 3-тен 4 пи r куб. Түсінді ме? Жаттап алайық. 3-тен 4 пи r куб. Сонда 3-тен 4 пи дегеніміз бізде 3-ке тең деп алайын. Радиусымыз қанша болып тұр? Жалпы радиусымыз 25 деп алдық қой. 25-тің кубы. Сонда мұнда 3 пен 3 қысқарады. 25 кубтайтын болсақ. 15.625. Оны бізде 4-ке көбейтетін болсақ, 62.500 деген сан шығады. Мынау бізде 62.500 шықты. Жалпы апельсиннің көлемі 62.500. Енді бізде мынау 5 деген сандына қабығын табу үшін ішіндегі мынау бізде радиус қанша болады? Ішкі көктің радиусы бізде 20-ға тең болады. 20, өйткені 25-тен 5 азайтып 20 қалады ғой. Ішіндегі көк ненің бізде жетім бөлігінің көлемін бөлек тауып аламыз. Пи көбейтілген r куб деп тағы бір бөлек тауып алайық. 3-тен 4 пи дегенім 3-ке тең. Радиусы оның ішкі көктің радиусы қанша болады? Сонда 20-ның кубы. Мына 3 пен 3 қысқарады. 20-ны кубтайтын болсақ 8000, оған 4-ті көбейтеміз. 8000-ға көбейтеміз 4-ті. Сонда бізде 32.000 шығады екен. Демек, қабығы деген полный бізде апельсиніміз 62.500 екен көлемі. Оның қабығын табу үшін бізде ішіндегі жетім бөлігінен азайтып тастау керек қой. 62.500-ден азайтамыз 32.000-ды. Сонда бізде жетім бөлігі қабығы деген ғой. Қабығының көлемі шығайын деп отыр. Қабығының көлемі қаншаға тең болды бізде? Мұна екеуін азайтып таставадым. 62.500-ден 32.000-ді азайтатын болсақ, қабығының көлемі бізде 30.000
500-ге тең болады екен. Түсінді ме? Қабығын. Енді қараңыздар оқушылар, апельсиннің қабығы оның көлемінің қандай бөлігін құрайды деп отыр. Демек, екеуін соңында не істей саламыз? Бір-біріне бөле саламыз. Қабығы бізде 30.500 болды. Қабығы 30.500 бөлеміз оның жалпы көлеміне. Жалпы көлемі қанша бізде? 62.500. 62.500-ге бөлсек болды. 62.500 бен екеуін бөлейікші. Қандай жауап шығады? Мына нөлдеріміз қысқарып кетеді. 2 нөлі үстінде 305 қалады, астында 625. Мына екеуі қандай санға қысқарады оқушылар? 305 пен 625 қандай санға қысқартуға болады? 5-ке бөлуге болады. 305-ті 5-ке бөлетін болсам, бізде 61 қалады үстінде. Мынаны 5-ке бөлсем, 625-ті 5-ке бөлсем, 125 деген жауап қалады. Сонда жауабымыз 61 бөлу 125 деген жауап С вариантында тұр екен оқушылар. Мынау сәл күрделі есеп, шарға байланысты есеп болды. 1-2 сәл қайталап бір қарап көріңіздер, жарай ма оқушылар? Мынау 25 деген санды ойдан алдым. Бастапқыда ұзындық берілмегендіктен 25 деп алған болатынбыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар.